Биыл 1 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында балабақшаға баратын бала саны туралы дерек келтірді. Тоқаевтың сөзінше, 2-ден 6 жасқа дейінгі балалардың жартысынан астамы балабақшаға барады. Президент рас айтты ма? Бірге тексерейік. Қазақта ел болам десең, бесіңді түзе деген сөз бар. Сондықтан мектепке дейінгі тәрбие жұмысы басты назарда болу керек. Алайда бізде 2-ден 6 жасқа дейінгі балалардың жартысынан астамы ғана балабақшаға барады. Мұндай олқылыққа жол беруге болмайды. Бюро мәліметінше 2021 жылдың басындағы жағдайға сай, Қазақстанда 2-ден 6 жасқа дейінгі бала саны 1.956.461. Бюроның оқу ағарту министрлігіне сілтеп берген ақпаратына сәйкес, осы балалардың 768.258-і балабақшаға барады, яғни проценттік үлес 39,2%-ті құрайды. Тоқаев балалардың жартысынан астамы ғана дегендіктен, бұл мәлімдеме деректің жалпы мазмұнын бұрмалағандықтан техникалық қате деп айтуға болады. Біз бұған дейінде Тоқаевтың жолдауында айтқан мәлімдемелерін бірнеше рет тексердік. Оны өткен видеоларда немесе FactCheck сайтынан көре аласыздар. Ендеше каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.